телеарнасы бірінші арнасында махаббат пен сезімнен құралған қосылайық бағдарламасы. Құрметті көрермен, жаңа апта сіз үшін жағымды жаңалықтарға, ал біз үшін жаңа үміткерлерге толы болсын. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Koşma onunla doğru sense. Koşma onunla doğru sense. Koşma onunla doğru sense. Koşma. Сұлтанбен, әндеріңізге көп рахмет, құрметті көрермен. Жаңа апта тек жақсылығын ала келсін. Қатысушылар қалайсыздар? Көңіл-күй қалай? Не деген энергетика сіздерден қадымгідей бір жақсы демалып, сондай керемет көңіл-күймен жаңа аптаны бастағалы отырған жандарды көріп тұрмын. Енді үміткерге толы болсын шынымен де. Енді құрметті көрермен, сіздерге арналған сыйлықтан бастайық. Бүгінгі аптамызды Қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастық. Дәл осы бір жамылғы жастықты бүгін ұтып алу үшін эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы постыңызға жазып қалдырасыздар. Алғашқы белгі бізде Аянның қолында. Аян. Микрофон, қыздар, жігіттер. Ұмыту қиын. Ештеңе айтпайсыз ба? Ал сізге қатысы бар ма? Жоқ, жай белгі ғой. Жанында отырсаңыз қалай ұмытасыз? Ау? Жанында отырсаңыз қалай ұмытасыз деймін. Алсырақ отырсаңыз бәлкім ұмыту оңай болар ма еді? Өзіме ұнап отыр, әйтеуір осы жер дейсіз ғой. Жақсы, енді қараймын, Айжан бүгін сондай ерекше болып отыр, сұлу болып, Аруна ерекше болып отыр. Бір өзге себеп бар ма, қыздар? Өздеріңізден білейік? Қайырлы күн, Балауса ханым, рахмет, сізде өте керемет болып тұрсыз. Рахмет. Болды, ұмыт қалдым. Ау? Рахмет, үміткер дедіңіз ба? Себеп дейсіз ба? Айжан, ойыңыз басқа жақта сияқты. Ойымды бөлі жер ана жақта бар ғой. Себеп негізі бар, үміткер күтіп жүрмін, Балауса ханым, білмеймін уже. Үміткер күтіп отырған енді қыздар көп, жұғысты болсын, осы аптада келсін деп тілейміз, және де ойлаймын. Бүгін Шолпан тек жақсы пікірлер айтатын сияқты, әппақ болып, ақперіштедей болып отырсыз. Қайырлы күн баршаңызға, қазақ елі, Балауса ханым, сәлеметсіз бе, әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Енді мен ақперіште болып тұрмын, сіз қара болып тұрсыз, бірақ сіз қара болсаңыз да періштесіз. Ай, білмеймін. Білесіз ғой, мен құбылып тұратыным бар ғой. Сол негізі кеше Айжан айтып жатыр еді маған үміткер келсін деп. Негізі Айжан өзіңе бірінші шақырып ал деп жақсы сөзбен айтып жатыр, мындай ұрысып отқан жоқпын. Бүгіннен бастап періште боламын деп шештім да. Соған образынан бастап киініп келген жайым ғой, енді үміткерлер көретін шығар мен деген ойда. Негізі ең бастысы ниет түзу, және де үміткер күтіп отырған жандар көп, және біз сіздерді қуантуға дайынбыз. Олай болса, біз шымылдықты жабамыз. Ал үміткердің таңдауы кім болуы мүмкін? Саддәулеттің қолын көтеріп жатыр. Саддәулет Шолпанды таңдап келді деп жатыр. Кім? Айжан деп жатыр. Гаухар ханым деп жатыр. Жанерке деп жатыр. Саддәулет деп жатыр. Нұрдәулет деп жатыр. Үміткері жоқ жандар көп сияқты, я? Жаңа үміткердің таңдауы. Жанерке. Қалайсыз, Жанерке? Қайырлы күн, өте күшті. Қайырлы күн. Көңіл-күй керемет сияқты сізде де. Бүгін келет деп ойладыңыз ба? Күттіңіз бе? Бір сезім болған жоқ па? Болды, негізі кішкене бір ішімде мүмкін мен деген сияқты бір оймен отырған едім. Мүмкін мен деп ойлап отырдыңыз. Ендеше сізге айта кетейін, ерекше үміткер сізді таңдап келді. Және де Жанеркенің жаңа үміткері, келіңіз! Қош келдіңіз, жайғасыңыз.
Енді құрметті көрермен, біз енді өзіңізбен танысайық, есіміңіз, жасыңыз. Салем, всем привет. Меня зовут Шахузаб. Я из 23 лет. Джермауш. Я учился на Алмата, на Асфендиару. Третий курс. Общий медицина. Я тоже актер, я тоже блогер, я тоже модель. Да. Енді, барлығына негізі түсінікті айтып жатқан сияқты, модельмін, блогермін деп айтып жатыр. Шах есіміңіз. Да, ша. Үндістан мемлекетінен келіп жатыр. Енді құрметті көрермен, білесіздер ғой, біз тіпті халықаралық жобамыз десек те болады, себебі түрлі елдерден осылай таңдап келіп жатады. Жанерке? Шах, қош келдіңіз. Өте қобалжып тұрмын негізі. Негізі ата-анаңыз біледі ма маған келгеніңізді? Ау, орысша қойсаңыз болады. Ваши родители знают то, что вы выбрали меня и пришли на этот проект? Естілді ма сізге? Мама, папа, да? Жанерке? Услышали вопрос, Жанерке? Да, я видишь, Дженрике на телефон мой казак друг, он сказал мне, Дженрике очень... Жанеркені мақтаған ғой сізді, содан кейін барлығы біледі деп айтып жатыр, түсінгенім бойынша. Тағы да қандай сұрақ қойын деп жатсыз? Не сұрақ қоярыңызды білмей жатырсыз? Сұрақ қойсақ бола ма саған? Орысшаңыз бітті. Жақсы, Жанболат, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Анерке вам скажет, мама, родители, мама, папа знает. Біледі дейді. Не знает. Естімеген сияқты. Қыздар, жігіттер, енді мен айта берейін, менің түсінгенімді. Бұл кісі айтып жатыр, Жанеркені маған мақтады деп айтып жатыр. Достарым, ата-анам біледі деп айтып жатыр. Тағы не сұрайсыз? Негізі қасында переводчик дейтін кісі сияқты біреу бар. Мен бармын ғой, айта беріңіз. Жоқ, просто Түсініп жатырмыз, сіздерге түсініпсіз ба? Мен түсініп отырмын. Вы сказали то, что вам 23 года, да? Да. 23. Тоже 23 лет. Сіз 23-тесіз ба? Я. Мы Ей ровесники. тоже 20. Да. Тағы қатысушылар көмек Можно баласа берсе болады. Не сұрақтар бар? Нұржан. Добро пожаловать, Шах. Доброе утро. Очень Красивая красивая, девочка, да. очень красивая девочка выбрали. Шах, меня чуть-чуть просьба, чуть-чуть. Ты Үндістан, да? Андай? Да, я... Можно андай? Бумбачалек шен билеп бір. Шені эфирдің басы настроение басталып жүр. Бір көңіл күймен бір билеп берсеңіз. Бумбачалene, Джимми. Да, Джимми, давай саған бір билеп жіберейік. Джимми. Аджа. Митхун. Екеуміз бір-біріміз түсініп атқан жоқпыз ау. Айжан өзің қойшы сұрақ. Шымылдығы ашылғаннан кейін сұрайсыз. Менің ойымша не билеп береді, не ән салып беретін сияқты, Айжан? Здравствуйте, Шах. Здравствуйте. Добро пожаловать. Вы выбрали прям красивую девушку. Да. И Инда с нормальной интонацией, типа. Есть у вас еще там индусы, если что, здесь очень много свободных девушек, вы можете вот всех сюда звать. Возрастные ограничения 25 плюс, выше, короче, можно. Друзья, если есть, можете тоже звать сюда. Хорошо? Да, есть. Айжан, сіз Жанеркеге көмектессеңізші, сіз өзіңізге шақырып кеттіңіз ғой тіпті. Гаухар ханым есть здесь. Жақсы, Айдана. Баласа ханым. Добро пожаловать, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела спросить, вы в дальнейшем планируете остаться в Казахстане или хотите переехать к себе на родину вместе с Жанерке? Может быть. Останетесь? Может быть. А вы до этого общались с казашками? То есть у вас были отношения с казашками? Или давайте задам по-другому, да? Ваши прошлые отношения с девушкой, когда были? Когда? После 3 года.
3 года назад, да, 3 года получается? назад были отношения, иә. Енді құрметті көрермен, айтылып жатқан нәрсеге байланысты 3 жыл бұрын қарым-қатынаста болдым деп айтып жатыр. Және одан бөлек енді негізі Қазақстанда қалатын ойым бар деп жатқаны бар. Тағы да сұрақтар қойылар, әлі де тілдесетін боламыз, шымылдық ашыла ма жоқ па, Жанеркенің әсері қандай болады, реакция қандай болады, барлығын жарнамадан кейін бірге білетін боламыз.